Эй, евро менің атым Азон, Эзизион, Эзизи, или Зизи, жоқ, эй, просто эй, экскаватор дегендегі менің атым Әрқылы, эй, ей емес, мені ей демеңдер, ей деп жүрмесеңдер болады, в общем, сол, Эй, сендер Азон қабатында екенін білесіңдер ме? Білмесеңдер, жер 6 қабат атмосферадан тұрады. Тропосфера, стратосфера, мезосфера, термосфера. Және де ең үлкені экзосфера. Ең кішкентайы, бірақ ең маңыздысы ол Азон қабаты. Мүмкін Азон қабаты сонша несімен маңызды деген ой пайда болатын шығар. Қысқасын айтқанда, Азон күннен келетін сәулелерді өзінде ұстап тұратын қабат. Ол болмаса жер бетінде тіршілік қалмайды. Мені жоқ болып кетпесін десеңдер, лайк и подписка. Подписка? Ол, не? Алеки Зет, Нур Channel сияқты ютуберлар, типа пазл, қалай подписчик жинайды? Подписчик? Ол не? Тіркелуші, в общем. Тіркелуші? Жанкер, ну кетші, в общем. Сонда маған подписчик жинау үшін не істеу керек, білмеймін. Маған сонда видеоны қызық болу керек қой. Онда приколға дайындалды. Что говорят казахстанские учителя, когда идет перемена? Отырыңдар, қоңырау сендерге соққан жоқ, маған соқты. Или Майнкрафт емес ойын форматын ауыстырайын ба? Бізде не бар еді? Мысалы, не ойнаймын? Мысалы, Brawl Stars. Сразу айтып қояйын, мен бұл ойында вообще профессионал емеспін. Профессионалға жақында емеспін, бірақ менің ойыным қатып кішкене лагер кетсе де мен топ-1 алып алдым. Оған мен вообще өзім таңғалып қалдым. Мен қазір бірінші рет емес, басында бір рет ойнадым да 2 рет тағы да үстіп топ-1 алып алдым. Сосын 3-ші рет подряд уже топ-1 алып жатырмын. Қатқан күймен. Сонда мен профессионал болып шықтым ба, или Brawl Stars ойыны оңай ма, или мен қарсылықтарым кішкене өздерін нашар болады. Білмедім. Бірақ маған Brawl Stars вообще ұнады. Мына жерде өте қиын болды. Мен мына жерде өліп қалам ба деп ойладым, бірақ 8 пауырға дейін көтеріп алдым. Сосын мына жерде айыр нервы тиді. Мына жерде өліп қала жаздадым. Артына атты. Міне. Өлтіп тұрдым, артынан оқ келді. Сосын мен билерін ішіп алдым да, ары қарай қарасам, кім жүр екен? Шелли алдында төбесін атып, еболдармен өлтіп тұтады. Сөйтіп, топ-1 емес алып ағасың ба, прикинь. Видео кішкентай болды да қызық болды деген үміттемін. Егер ролик ұнаса, лайк басып арнаға тіркелуді ұмытпаймыз. Ал сіздермен бірге болған мен Азон, келесі кездескенше.